Армысыздар, аптаның біз айтуға сіз білуге тұрарлық басы жаңалықтарын түйіндейміз. Бұл 100 News. Бүгін талқыға түсер тақырып мыналар. Аптаның басты сұрағы: Тоқаев сайлауға түсе ме? Селебрити саясат. Сайлауға түскен жұлдыздар кімдер? Анкарадағы НАТО саммиті. Ердоғанның ерекше сыйын кім қалай қабылдады? Олимпиада алтынынан жол апатына дейін. Чемпион Елеусінов елеусіз қалды ма? Тоқаев тағыда сайлауға түсе алады. Бұл жаңалық осы аптада отандық ақпарат кеңістігін ғана емес, әлемдік бақ бетін түгел шарлап кетті. Әңгіменің әлқисасы мынау: Тоқаев конституциялық сотқа жүгініп, жаңа конституция күшіне енген соң мемлекеттік қызмет атқарған тұлғалар өз лауазымдарына қайта сайлана ма деген сұрақ қойған. Жауап ешкімді таңғалдыра қойған жоқ. Иә дейді конституциялық сот. Осылайша тоқетері сол Тоқаев 3-ші мәрте президент сайлауына түсе алады. Жекелеген түзетулер емес, жаңа конституцияны қабылдау біздің саяси жағдайда билік транзиті мен қазіргі президенттің өкілеттілігін ұзартуға қатысты түрлі саяси маневр жасауға мүмкіндік береді. Сондықтан конституциялық соттың бұл шешімі көпшілік бұрыннан болжап келген жайтты тек құқықтық тұрғыдан бекітіп берді. Жалпы мұнда таңғаларлық ештеңе жоқ. Президенттік мерзімін жаңа конституция қабылдау арқылы ұзарту тәжірибесі орталық Азия елдерінің басым бөлігінде бұрыннан қолданылып келеді. Бұл мәселеге қатысты түпкілікті саяси шешім парламент сайлауынан кейін қабылдануы мүмкін. Иә, ендігі сұрақ: Қазақстанда президент сайлауы тағыда мерзімнен бұрын өте ме, әлде Ақорда 2029 жылда күте ме? Егер Тоқаев 2029 жылы тағыда 7 жылдық мерзімге сайланса, 83 жасына дейін ел басқарады. Айтпақшы, осы дүйсенбі күні біз Астана күнімен қатар тойланатын елбасының туған күнін де атап өттік. Нұрсұлтан Назарбаев 86 жасқа толды. Ақорда елбасыға ерекше сыйлық жасап, Астананың бас мешітіне есімін берді. Орталық Азиядағы ең үлкен мешіт енді Нұрсұлтан мешіті деп аталады. Осы аптада құрылтай сайлауына түсетін 7 партия кандидаттар санын толығымен жариялады. Ең ауқымды тізімді Әділет партиясы ұсынды. 186 кандидат. Кандидаттар көшін бұрынғы мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин бастап тұр. Сондай-ақ бұл тізімде бұрынғы министр Бағдат Мусин, қазіргі министр Сүлейменова, Бишімбаев ісімен танылған прокурор Аймағанова, Тоқаевтың жеке журналисті ретінде танылған Әділ Балтабаев секілді азаматтар бар. Көпшілігі назар аударғандай, бұл тізімде аманаттың ізі аз. Құрылтайға аманаттан қосылатындардың бірі Асхат Аймағамбетов. Я командный игрок, есть партия, есть предвыборная программа, и мы будем работать в рамках программы партии «Әділет». Эта программа появилась из чаяний, сконструирована, соткана из чаяний, скажем так, предложений простых наших граждан. Одан кейін 76 кандидатпен Республика партиясы тұр. Бұл партияның атынан бүгінгі шоу-бизнестің танымал өкілі Ирина Кайратовна тобының әншісі Азамат Маркленов пен блогер Бейбіт Әлібековтің қосылуы қызу талқыланды. Ал құрылтай сайлауына 72 үміткерін ұсынған Қазақстан халық партиясы атынан әнші Аша Матай мен Тамара Асар тамыздағы саяси доданың көркін қыздырмақ. Сонымен барлығы 550 кандидат құрылтай депутаттығына үміткер ретінде тіркелді. Яғни әрбір мандатқа 3-7 үміткерден келеді деген сөз. Сайлау алдындағы тізімге іс жүзінде кез келген адам ене алады, бірақ құрылтайға өту мүлде өз алдына басқа мәселе. Сайлаушылардың назарын блогерлер, спортшылар мен өнер адамдары арқылы аударады да, кейін депутаттық мандат мүлде басқа адамдарға тиеді. Сондықтан сайлаудан кейін партиялық тізімдерді өзгертуге тыйым салу керек. Тізімге кім кірді, депутат та сол болуы тиіс. Сонда партиялар кандидаттар тізімін жасауға әлдеқайда жауапкершілікпен қарап, тек жұрттың назарын аудару үшін эстрада әншілері немесе блогерлерді қоса салу азаяр еді. Ал құрылтай тізіміне ілікпей қалған бұрынғы депутаттар әлеуметтік желіде жазба қалдырып қоштасып жатыр. Парламенттегі 3,5 жылдық қызметінде еліме және халқыма адал әрі принципшіл түрде қызмет етуге бар күш жүгіріп салдым. Беткесір парламент депутатына айналдым. Егер осы жолда халықтың сенімі мен құрметіне ие болсам, онда бұл еңбегімнің зая кетпегені. Енді мен еркінмін және мен үшін жаңа кезең басталды. Бір есік жабылса, екіншісі ашылады. Өмірдегі әрбір кезең жолдың соңы емес, жаңа белесі. Еркіндік Санчо, адамға жаратқанның берген ең қымбат сыйларының бірі. Онымен жердің қойнауындағы да, теңіздің түбіндегі де ешбір қазына теңесе алмайды. Еркіндік үшін де, ар намыс үшін де адам қажет болса өмірін қатерге тігуі тиіс. Ал құлдық адам баласының басына түсетін ең ауыр қасірет. Мигель де Сервантес, Дон Кихот. Осы аптада Ердоған Анкараға НАТО-ның басшыларын жинады. Альянсқа мүше 32 елдің басшысы түгел Түркияға келіп, қорғаныс шығындарын арттыруға келісті.
Бұл саммиттің басты оқиғасы Ақ үйдің басшысы Дональд Трамптың келуі болды. Ердоған Трампты Траптан өзі күтіп алып, ерекше қонақжайлық танытты. НАТО-ның Түркиядағы саммиті әлемге альянс ішіндегі бірлік пен тұрақтылықты паш етуі тиіс еді. Алайда жиын қорытындысы екіұшты әсер қалдырды деп жазып жатыр әлемдік бақ. Бұл сапардан ең көп ұтқан саясаткер Украина президенті Владимир Зеленский. Ол еліне жаңа қолдау пакетімен оралды. Саммит қорытындысы бойынша НАТО елдері Украинаға 2026 жылы 70 миллиард еуро көлемінде әскери көмек беруге келісті. Одақтастар биыл Украинаға кемінде 70 миллиард еуро көлемде көмек көрсетеді. Ресей соғысты жалғастыра берген сайын біз Украинаға қажет қолдауды қамтамасыз ете береміз. Осы саммитке келген саясаткерлерге Ердоған тартқан сый қазір қызу талқыланып жатыр. Ол әрбір қатысушыға қоштасу сыйлығы ретінде қасында 500 оғы бар тапанша тарту еткен. Жәдігер Түркия туы мен НАТО логотипі бейнеленген ағаш қорапқа салынған. Онда түрік және ағылшын тілдерінде Гөмішай, елімізде шығарылған алғашқы револьвер деп жазылған. Сарапшылар Ердоған осылайша елдің қорғаныс өнеркәсібін паш еткісі келді десе, саммитте берілген бұл сыйға саясаттанушылардың өзі секеммен қараған көрінеді. Мысалы, Еурокеңес төрағасы Антонио Коштаның қаруын қауіпсіздік қызметі бірден тексеруге алып кеткен. Қазақстандықтар Олимпиада чемпионы Данияр Елеусіновтің тағдырына алаңдаулы. Ол осы аптада көлікке мас күйінде отырып, бірнеше жол апатына себепкер болған. Елорда полициясы Елеусіновті ұстап, сот оны 20 тәулікке қамады және 7 жылға көлік жүргізу құқығынан айырды. Бұл оқиғаға қатысты спортшының менеджері пікір білдіріп, оның жеке өміріндегі қиындықтар психологиялық жағдайына әсер еткенін жасырмаған. Кей отбасындағы мәселелер басқа дүниеге көңіл бөлуге мүмкіндік бермейді. Қыстада ол осындай ауыр күйзелісті бастан өткерген еді. Дегенмен біз одан теріс айналмаймыз. Бұл өмір, әркімнің әлсіз тұсы болады. Даниярдың әлсіз жері отбасы. Ал отандық спорт журналисті Аслан Каженовтың пікірінше Даниярға қолдау қажет. Бізде спортшылар одағы бар, спортшылар кеңесі бар. Чемпиондардың жағдайын біліп, қолдау көрсетіп отырсаңдаршы. Даниярдың ұсталғанын естіп жаным ашып кетті. Анау жолы Теміртас Жүсіпов, оның алдында Болат Жұмаділов. Қысқасы, жүйелі жұмыс керек. Аптаның айтары осы, келесі аптада жүзіне жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.